көрермендер, Ержан мен Еркін әңгіме бағдарламасының бүгінгі шығарылымында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов ағамыз. Болат аға, студиямызға қош келіпсіз. Енді мынау жалпы өзіңіздің сала қазақтың бір керемет өнері, руханият саласы. Мына енді бәріміз білеміз, театр кимелгіштен басталады дейді. Жалпы биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына келіп жатырмыз. 30 жылда театр саласы неден ұтты, неден ұтылды? Әңгімені осыдан бастайықшы. Жақсы, біріншіден мынау шақырып сұхбатқа театр жайында, театрдың ішінде жасап жатқан адамдар жайында сұхбат алғым келгеніне рахмет айтам. Енді 30 жылда не ұттық, не ұтылдық театр саласы. Әрине, сөз жоқ, біз 30 жылда театр саласында көптеген жаңа театрлар ашылды тәуелсіздіктің арқасында. Көбі мынау біздің солтүстік облыстарда ашылды. Бұл сөз жоқ жетістік. Оның театрдың қойылатын спектакльдердің бағыт бағдарлары да өзіміздің ұлттық салаға қарай, соған қарай ауысып жатты. Бұл да жақсылық, ұтып жатқан жеріміз. Бұрын кеңес кезінде шекараның бәрі жабық, басқа жаққа шыға алмайтынбыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін ол кедергі жойылды. Театрлар мүмкіндіктер болып жатса, бәрі шетелге шығып, өздерінің өнерлерін көрсетіп, шетелдіктер бізге келіп, осындай қарым-қатынас көбейді. То есть біздің қазақ театр өнері әлемдік театр өнерімен араласып кетуге, солардың жақсылықтарын, мынау алға озып кеткен технологиясының түрлерін өзімізге қабылдауымызға, содан кейін театр саласының неше түрлі формада өрбіп жатқан түрлерінің бәрін өзімізге әкеп ендіруге, соны көруге мүмкіндіктер ашылды. Бұл жағынан, біздің ұтқанымыз бар. Бірақ ұтылғанымыз да жоқ емес. Қазір ойлап қарап отырсақ, біз өздері саналы түрде іздеп келіп, осы театр менің рухани азығым болады, менің ұрпағымның болашағы, менің өткенімнің тарихымды білетін жерім, әдет ғұрып дәстүрді, тілді үйренетін жерім деп саналы түрде келетін көрермендерді жоғалттық, азайды. Ол біздің жалпы Қазақстанда емес, мүмкін бүкіл неде шығар, мынау кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақ, көрермен деп айтсақ болады, олардың мынау талғамдары өзгеріп барады, таязданып барады талғамдары. Ішкі руханиятқа деген сұраныстары өзгеріп барады, түрлері өзгеріп барады. Нағыз өнерді, нағыз шынайы өнерді таңдап келіп көретін көрермендер азайып барады. Неге деген сұрақ бізде бүгін ғана емес, талай кездер мазалап жүр. Өйткені бұл өсіп келе жатқан ұрпақтың, мына 30 жылда пайда болған ұрпақтың ішкі мәдениетінің төмендеп кеткені ма деп ойлаймын. Мына сұранысқа көп керек емес қылып жатқандары. Арзан дүниеге құмартып кетті көбі. Театрға келсе де түсінбей отыратын спектакльді көріп адамдар көбейіп кетті. Өйткені мен кейде спектакль жүріп жатқан кезде көрермендердің арасына арт жағынан кіріп байқаймын солардың қалай қабылдап отырғандарын. Күліп, кейбір біздің көне бір сөздеріміз сахнадан спектакльде актерлардың аузынан айтылып қалса, соған күледі, өйткені түсінбейді неге екенін. Бұл қайдан шығып жатыр? Өйткені ойлаймын, мынау жастардың мына
ішкі мәдениеттері өте төмендеп кеткен сияқты. Қайдан байқаймыз оны? Мына көшеде жүреміз ба, бір қоғамдық орындарда боламыз ба, басқа бір сондай театрларда жүргенде жастарды байқасақ, мына боғауыз сөзден ауыздары арылмайды. Оның ішінде қызы да бар, ұлы да бар. Және өздері біз боғауыз айтып жатырмыз, мына мәдениетсіздігімізді көрсетіп жатырмыз, сөзіміздің сөз байлығымыздың таяз екенін көрсетіп жатырмыз, дүние танымымыздың таяз екенін көрсетіп жатырмыз деген ой жоқ. Енді өздеріңіз байқасаңыздар, мына сахнадан болатын кейбір әзіл оспақ театрларының да көбі сол жеңіл әзілге қарай көрермендерді бұрып кетті көбінде. Неғұрлым көбірек сахнадан дөрекі сөз айтылса, соғұрлым қол шапалақтап күледі халық. Той томалақта да байқайсыз ба? Тамадалар бір өрескел, бір дөрекі сөздер айтса, халық күледі, соған рахаттанып қол соғады. Қарап отырып таңғалам мен соған. Қайда кетіп барамыз? Мысалы, және өзіңіз де айтып жатырсыз, қазіргі жастардың талғамы, сұранысы мүлде бөлек деп. Енді өзіміз де білеміз, қазіргі жастар TikTok пенен YouTube'да жүр. Ал бір кезде өзіңіз білесіз, радио спектакльдер қойылған. Телеспектакльдің сыртында радио спектакльдер болып еді. Соған қайтадан бейімделіп, қазіргі YouTube'қа негіздеп, енді жеңіл болмаса да, соның бір спектакльдердің телеверсиясын жасау, теленұсқасын жасау ойларыңызда жоқ па? Бұл енді бір екі жақты дүние, менің түсінігімде. Әрине біз осы кейінгі кезде спектакльдерімізді жаздық радиодан беру үшін. Телевидениеде келіп біздің спектакльдерді жазып алып кетті. Бірақ оның көрерменге жетер кездегі сапасы қалай болады? Ол көрермен ол спектакльден алатын рухани азығын тура театрға келіп, залда отырып алатындай дәрежеде болмайды ғой. Мәселе сода. Енді екінші жағы сол арзандатып аламыз. Бұл бір жаңағы театрға көрерменді тартудың бір жақсы жолы деп мен айта алмаймын. Өзімізді реклама жасау ретінде болмаса, өзімізді қандай театрда спектакльдер жүріп жатыр деп бір ақпарат ретінде беретін айла-амал болмаса, нағыз театрдан алатын рухани азықты ол сол спектакльді театрға келіп көру керек. Өйткені сахнадағы актердің ішкі жан дүниесіндегі құбылыстар, оның ойнап жүрген образының жаңағы мақсат мүддесін беретін кездегі оның эмоциясы, оның энергетикасы, ол сахнада отырып көрерменге жіберетін жаңағы көзге көрінбейтін байланысты орнату, ол сол актердің тірі, жанды түрінен, көзінен, эмоциясынан, күлкісінен шығатын дүние ғой. Оны ештеңемен айырбастауға болмайды. Білесіз ба, сондай бір мысалдар бар. Кезінде біздің бір жақсы танитын інішек, театрға кел десем келмейді. Жақсы араласамыз, бірақ келмейді. Неге десем, театрға барғанда өтірік күледі, әртістер өтірік жылайды ғой, оны көргім келмейді дейді. Мен айттым соны, сен бірінші барып көр бір спектакльді. Содан кейін айт, ұнамаса. Ал сол спектакльді көргеннен кейін жұмыстан шасалып күнде спектакль көретін болды. Менен кешірім сұрады. Аға, мен ағаттық істеппін. Мен сырттай айтып жүр екенмін жаңағы өзімнің ойымды. Мынау деген керемет дүние ғой, мен керемет ләззат алам дейді. Комедия болсын, трагедия болсын, драма болсын, тастамай келіп көретін болды. Вот осы нәрсені біз ойлаймын, жаңағы айтып жатсың ғой, радио, телеспектакль деп. Ештеңемен оны айырбастай алмаймыз. Оған жетпейді. Қазір тәуелсіздіктің бір жетістігінің бір бізге берген
үлкен мүмкіндігі тарихи драмаларды сахналауды бастадық. Жалпы енді тәуелсіздікке дейін де тарихи драмалар болған, бірақ ол көп цензуралардан өтіп барып көрерменге жететін еді. Ал қазір Құдайға шүкір сахнада тарихи драмада не айтқымыз келсе соны айтамыз. Бірақ бір мәселе осы жерде. Тарихи драмалардағы тіл мен тарихи драмадағы киім үлгілері. Мысалы, анау сақтардың, ғұндардың кезіндегі драманы сахналайтын болсақ та, жоқ кеше Кенесарыны сахналайтын болсақ та, киім үлгіміз бірдей, көп жағдайда тілдік қолданысымыз бірдей. Жалпы осы тарихи драмалардағы тілдік ерекшеліктерменен мына сыртқы көрініс, жаңағы киімдік ерекшеліктерді туралы не айтасыз? Бұл енді қоятын режиссердің шешіміне байланысты. Дүние жаңағы сыртқы киім үлгілеріне байланысты. Театр дегеннің өзі бұл шартты дүние ғой. Егерде тарихи дүниені тура тарихи қалпында сол кездегі дәлдіктермен киім кию үлгісі, сөйлеу үлгісі бар ма, қолына ұстаған қанжар, пышақ, жаңағы қарулардың бәрін тура сол кездегідей қоямын десе, ол да режиссердің өзінің шешіміне байланысты. Мысалы, жаңа айтып отырған сіз Томиристің кезіндегі киім үлгісі қандай болды? Художник оны тура сол қалпында қайтадан жаңағы қағазға түсіріп тіккізетін болса, оны солай тігуге болады. Кенесарының кезіндегі киіммен енді әрине анау бәленбай 100 мыңға бәленбай ғасыр бұрынғы екеуі бір-біріне келмейді. Ал мына жерде сіздің айтып отырғаныңыз мен былай түсініп отырмын, ол кейде театр шарттылыққа құрылады. Ол жерде бір тарихи дәлдіктердің керегі жоқ болады. Негізгі жаңағы жасалатын акцент ол актердің ойынына, режиссердің айтайын деген шешіміне ғана байланысты болып тұрады да, жаңағы костюмдердің бәрі түгелдей жаңағы шартты түрде шешіліп кетеді. Ондай да кездер бар. Режиссер демекші, осы соңғы жылдары шетелден режиссер алдырып сахнаға драма қойдыру, болмаса шетелдік өнерпаздарды әкеп бізде бар адамдардың орнына жұмыс істету белең алып бара жатқан секілді. Осы туралы не айтасыз? Жаңа айттым ғой, 30 жылда не өттік, не жоғалттық деген сияқты сұрақтың айналасына келетін сияқты. Сол тәуелсіздік алғаннан бері бізге кеше ғана келген жоқ, содан бері бір осында қайталанып келе жатқан үрдіс болып тұр бұл. Бұл қайдан шығып жатыр? Сол батыстың мысалы, болмаса Ресейдің, болмаса басқа да сондай елдердің өнер жұлдыздарын алып келіп бізге концертке қатыстыру. Бұл енді бір мәдени екі елдің арасындағы байланыс орнату деген сияқты. Болмаса сол анау Италия нелеріндегі опера балет театрының үлкен жаңағы тұлғаларын әкеп соның өнерін бізге паш ету деген тұрғыдан болса, ол керек бізге. Оны көруіміз керек, білуіміз керек. Ал енді жаңағы сұрағыңның бір ұшы тиіп жатыр, бізге де осындай мамандар бізде бола тұра, неге басқа жақтан әкеп соған ақша төлеп қыруар осындай нәрсені жасатып жатырмыз деген. Бұл сұрақты бізде талай рет қойғанбыз тиісті орындарға. Біз бармыз ғой, біз неге қоймаймыз? Біздің де тура солар сияқты ойымыз бар, шешім қабылдай аламыз деп. Неге екенін сондай бір жолға қойылып жаңағы тоқтап қалатын нәрселерге көбінде сол шетелден мамандар шақырылып қойылып жатады. Біздің бұның екінші жағы бізде мынау техника, технологияны қазіргі сахнаға қолданатын меңгерген мамандарымыз өте аз. Жоқ деуге болады. Мына жарыққа байланысты, мына неге дыбысқа байланысты деген сияқты осындай
басқа да сыртқы эффектілерді сахнадан қазір дүние жүзі неше түрлі қолданады ғой, сол бізде өте аз, технология өте біраз жылға қалып қалған түрде бізде. Ал оны игеретін мамандарымыз да аз, өте аз, даже жоқ деуге болады. Бізде ойлай алатын мамандар бар, жаңағы қиялы бар режиссерлар, адамдарымыз бар, өнер адамдары, неше түрлі жасауымызға болады. Бірақ соны іске асыратын команда жоқ. Жаңа сіз айтып отырған келгенде, олар бүкіл командасымен келеді. Жаңағы режиссер келе ма, ол өзінің жарық беретін маманын алып келеді, дыбыс беретін маманын алып келеді, киім тігетін мамандарын алып келеді. Олар бір тұтас бір команда болып келеді да, соны жасап кетеді. Сондықтан ол талай рет болды ғой бізде, Астанада да біліп жүрсіздер. Сонда бізде ойлаймыз, неге бізді... Ал енді біздің осындай мамандарды талай рет біз оны айттық та тиісті жерлерге, сол шетелдік оқу орындарына, үйренетін жерлерге жіберу керек. Үкімет ақша төлеп жататын, оны әлгі кейде болады, бір 2-3 күнге апарып алып келеді. Одан кім не үйренеді? Оны кәдімгі мақсатты түрде соны игеретін адамдарды жіберіп, 1 жыл бола ма, жарты жыл бола ма, оқытып, сол мамандарды өзімізде тәрбиелеуіміз керек. Бұның енді тағы екінші жағы бар. Оны оқып келгеннен кейін, мысалы Астана қаласында бір кезде сондай мамандарды оқытқан, олар соны біліп алып келеді да, жеке кәсіп ашып кетеді. Неге? Өйткені мына мемлекеттік нелерді айлықтар аз. Оған өзінің мамандығының қаншалықты қажеттілігін сезінеді да, қолдан қолға тигізбей алып кетеді. Не сөйтіп тұрған адам неге ол 50-60 мың теңгеге бір мекемеде жүру керек? Шындық қой. Сөйтіп кетіп қалады адам. Ақыры қаржы туралы айтып қалдық қой. Жалпы сіздердің өздеріңіздің театрға өткен жылы ғане үлкен ғимарат берді. Бұл мен қаншадан бері білем, Астанадағы ең үлкен театр, бірақ ең мәселесі көп театр еді. Енді ғимарат мәселесі Құдайға шүкір шешілді. Жалпы театр әртістерінің, болмаса сол салада қызмет ететін мамандардың әлеуметтік жағдайы қалай? Осы бір театр ашып бергеніменен, театрдың ғимаратын салып бергеніменен мәселелеріңіз шешіле қалды ма? Мына кейінгі кезде бағдарламалар шықты ғой. Жас мамандарға үй беру дейді. Біз де қуандық. Министерстводан айтты, 10 үй беріледі деп. Осындай бағдарламамен деп. Мен әлгі жилищный комиссия деген бар, соның мүшесі едім. Осы отырба, бойбай, кім ең қатты қажетсініп тұрған адамдар бар деп, оған тізімдерін жасап, енді ой қарқ болатын болыңдар, үй алатын болыңдар. Сөйтсек, жаңағы бағдарламамен үй алуға біздің бірде-бір адамның зарплатасы жетпейді екен. Соны қалай түсінуге болады? Сол бағдарламаны ойлап тапқан адамдар біздің қанша айлық алып отырғанымызды білмейді ғой. Білмейді. Ал енді былтыр ғана шықты ғой, мынау зейнетақы қорынан бір межеге жеткеннен кейін артығын үй алуға болады. Ол кімдер үшін жасалған бағдарлама екенін біз тағы білмейміз. Біздің театрда істеп жүрген адамдардың ол межеден асырмақ түгіл бірде-біреуінікі жеткен жоқ оған. Айлығымыздың түрін жаңа қаржы туралы сұрап отырсыз ғой. Осыны біле беруге болады ғой. Сонда біздің жаңағы әлеуметтік жағдайымызға қарайтын, оның осылар қандай зарплатаға күн көріп жүр екен, жаңағы айлығы шайлығына жете ме екен деп ойлап жатқан адам бар ма, жоқ па деп біз ойланып қалдық сол кезде. Неге бұлай? Жалпы бюджетте отырған адамдардың бәрінің мұғалімдер болсын, денсаулық сақтау саласы болсын, айлықтар сол біздің төңірегімізде ғой. Сол бюджетниктерге арналмаса, ол бағдарлама кімге арналып отыр онда? Жоғары жақта отырған айлықтары миллионның ар жақ бер жағында отырған шенеуніктерге арналған ба ол?
олардың межеден асып кеткені белгілі зейнетақыда қорларының. Аты бар, бізге тиіп жатқан ешқандай заттық пайдасы жоқ. Біздің театрда 70-80 мың теңге алатын адамдар бар. Ал әлгі 45-46 мың теңге алатын адамдар да бар. Мен мысалы өз басым міне 40 жылға жуық осы өнер саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Алатын айлығым 160 мың қолыма тиеді. Ал әлгі орта жалақы Қазақстанда мынандай деп бөсіп жатады ғой енді. Білмеймін қандай мөлшермен оны алып. Біздің сол 160 мыңға жеткенімізге биыл ғана. Ондай ақшамен кім ондай нені ала алады? Жаңағы үй алатындарға айтыпты, енді бұған әлгі заемщик деген табу керек деп. Біреу кепіл болу керек. Біз осындай кішкентай айлық алатын адамға кім кепіл болады? Кім қарыз береді, айтшы. Менің осынша айлық алатынымды білген адамдар, мен барып қарыз сұрасам, болмаса маған кепіл болшы десем, қанша жолдасым болсын, туысқаным болсын, менің қайтара алатын жағдайымның өте күңгірт екенін түсінгеннен кейін жаны ашып тұрса да бере алмайды ғой, ол айтады ғой. Мынау қайтара алмай ертең кешір деп келіп жүре ме, құрсын бәлесінен аулақ деп. Бетін айтпаса да ойланады ғой дейсіз ба? Ойланады ғой. Осындай бағдарламалар болған кезде біздің жағдайымызға қарасы екен. Тексеріп, көріп, осы қол жетімді ма осындай адамдарға? Қазір бізде 2-3 баласы бар әртістеріміз бар, 30-дан асып кеткен, 35-40-қа кеп қалған актерлар бар. Үйсіз жүр қазір. Болмаса біздің жалақымызды көбейту керек. Неге жалақымызды көбейтпейді? Мен мынандай ойға қалам. Бізде әлгі айтады ғой, рухани салада қоғамға сіздер рухани азық беріп жүрсіздер деп арқамыздан қағып, енді сондай бір жақсы жылы сөздер айтып, кейде жаңағы атақ береді, кейде жаңағы мақтау қағаздар беріп жатады. Рахмет оларына. Бірақ та түбегейлі егер жаңағы осындай оқиғалардан кейін қарасаң, осы біз сол анау үкіметке қаншалықты керегіміз бар деген ой келіп қалады. Түсінесіз бе, кез келген мына мекемеде істейтін мамандардың қажеттілігіне қарай оның айлығын бермей ме? Қаншалықты сол сұраныста болса, соған қарай көбірек ақша береді, солай ма? Енді біз өзімізше ойлаймыз, біз осы елімізге, жұртымызға рухани азық беріп жүрген, сол үшін күресіп жүрген, сол үшін еңбек етіп жүрген адамдармыз. Қоғам болашақты ұрпағымызға осындай руханиятын ашуға, олардың ұлттық бір намыстарын оятқымыз келеді. Сол біз қоғамға өте керек сұраныстағы жүрген мамандармыз деп ойлаймыз. Мынандай жағдайда ондай емес сияқтымыз. Мысалы, енді қазіргі жағдайда, қазіргі кезде тойда тамада болмайтын, асаба болмайтын адам жоқ. Театрдың актерлары енді осындай жағдайлардан шығу үшін асаба болып кететін кездер бола ма? Әрине, жаңағы бұның бәрі қойылатын спектакльдің ертең көрермен көретін спектакльдердің сапасына кеп тиеді. Айлық аз болғаннан кейін қосымша табыс көздерін іздей бастайды. Ол енді өз-өзінен белгілі дүние ғой. Баласы бар, шағасы бар, асырау керек, киім кию керек, тамақ ішу керек. Сондықтан телевидениеде болама бірдеңені жүргізуге, дубляжға, киноға, болмаса басқа бір мектептерде, басқа мекемелерде осы драма кружоктар бар нәрселерді жүргізуге мұқтаж болады. Соған кетеді, ол сұранады, киноға түскісі келеді. Біз неге жібермейміз оны? Білеміз жағдайын. Бара ғой айналайын. Аз да болса бір табыс тауып келеді бала шағасының нәпақасын. Сөйтіп, олардың да жағдайына қараймыз. Ал сол кезде тура жақсы бір
жобалар болып, спектакльдер басталып жатады мысалы, иә. Анау келіп сұранады. Мен сол актерға мысалы бір рөлді бергім келіп, ойлайып, жоспарладым. Ол келіп сұранады. Аға, осындай жағдай. Бұдан кейін келе ма, келмей ма, киноға шақырып жатыр. Кинода жақсы рөл, ақшасы жақсы. Амалсыз жібересің оны. Қалай оны мен бағын емес, бағында бәрін байлаймын ғой. Жаным ашиды. Ал егер сол актер осы біздің театрда істеп жүрген жерінде ең құрғанда бір 500-600 мың теңге айлық алып жатса, мен оның жағасынан алып тұрып сұрайым ғой одан. Айналайын, үкімет саған мынандай ақша төлеп жатыр. Сенің бірінші жұмыс істейтін жерің мынау. Осы жерде жұмысты бітіресің. Содан кейін баратын жаңа. Онда менің даусым да, жаңа талабым да күшейеді ғой. Анандай жағдайда қалай мен оны зорлаймын? Ол міне осындай жағдай. Енді тағы бір қаржы туралы пікіріңізді білгім келіп отыр. Жақында Түркістан облысының да Дулат Исабеков ағамыздың тағы бір тарихи драмасы Бөрте қойылды. Одан хабарыңыз бар деп ойлаймын. Енді Бөртенің қойылудағы қаржысы 249 миллион теңге деді. Былайша айтқан кезде бір драма театрын салатын қаржы деп ойлаймын мен өз басым. Ал осы бір драма театр салатын қаржыны бір драмаға ғана арнау қаншалықты тіпті көңілге қонымды деп сұрайыншы. Жоқ, енді ол ақшаға бір драма театр салуға болмайды, ол келмейді ол. Бірақ енді бір спектакль қоюға әрине ол көп. Біздің жағдайымызда көп. Ал шетелде ондай жобалар өте көп, одан да көп ақша шығатын. Оның қайтарымы бар ғой ол жақта. Енді осының басқа бір қырынан қарасақ, біздің осыншама ақша шығарып спектакль қойғаннан кейін оның қайтарымы бола ма? Бізде өзі халықтың саны қанша рет ойналады ол. Сонда осынша ақшаны сол жерге салу қаншалықты жаңағы өзін өзі ақтайды деген сұрақтар туады. Бұл жағынан мен бұлай келісем, негізі ол тарихи дүние болса, оны қоя алатын тарихпен айналысып жүрген режиссерлар да бізде жоқ емес қой. Иә. Бағанағы сөзіме қайтып келуіме тура келіп тұр осы жерде. Ол бір режиссерді шақырса, ол түгел бір командасымен келеді. Бұл тағы да келіп осы мына техника мен технология мәселесіне, сахнадағы дыбысқа, жарыққа, басқа да эффектілерді жасай алатын мамандарға келіп тіреледі. Оны бізде тура сол, мен енді ол спектакльді көрген жоқпын, айта алмаймын. Тура сондай эффекті барған адамдардың айтуына қарағанда, бізде ондай эффектілерді жасай алатын әлі ұйымдасқан бір нелер әлі жоқ. Неге? Мысалы, сіз Қазақ хандығының 550 жылдығында Абылай ханның арманын қойдыңыз, кеше Кенесары Күнімжанды қойдыңыз. Сол деңгейдегі дүние ғой ол да. Мағынасы, мазмұнына байланысты сондай. Ал бізде қазір қандай көбінде сыртқы эффектілерге көп көңіл бөлеміз ғой. Ана жақтан от лаулап жанып жатады, мына жақтан су құйылып жатады, мына жерде қайықпен жүреді, ана жерде бірдеңе, мына жақта түтін дегендей. Осындай нәрселерді қолданған шығар деп ойлаймын. Декоративтарды. Иә, сондықтан да ол жер қымбат болған шығар деп ойлаймын. Енді оның мазмұны, мағынасы қалай болғанын мен айта алмаймын, өйткені көрген жоқпын. Енді Құдай бұйырса осында келеді деп жатыр ғой, сол спектакль көрсетеді деп. Сол кезде енді оның құндылығына байланысты сөйлесуге болады. Жаңағы Қазақ хандығының 550 жылдығындағы тақырыпқа оралайықшы. Қателеспесем 2013 жылғы бір сұхбатыңызда Абылай ханды сахналау арманым депсіз. Құдайға шүкір, арманыңыз орындалды, Абылай ханның арманын сахнаға шығардыңыз. Енді қандай арманыңыз бар?
Мынау шығармашылық адам болғаннан кейін арман деген көп қой. Жалпы менің енді ол мақсатым ойлағам осы қазақ мемлекеттігінің тарихына байланысты соның тарихында үлкен із қалдырған тұлғалар туралы, хандар, батырлар туралы бір жұмысымды жалғастыруым керек деп. Мен енді Керей Жәнібек туралы спектакльді осы кинодан бұрын, қазақ хандығы киносынан бұрын мен қойдым. Думан Рамазан жазып. Абылай хан туралы спектакль қойдым. Кенесары туралы, Бұхар жырау, соның кейін Салқын Жәңгір туралы жаңағы осындай үлкен тарихи спектакльдер қойдым. Ондағы ойым біздің мына ұрпақтың, болашақтың ертең иесі болатын біздің балаларымыздың, қыздарымыздың ұлттық санасын, тарихын ояту. Жаңағы ұлттық рухани жаңғыру деген бағдарламалар бар ғой бізде. Соған осы нәрсені біз театр саласында қалай іске асыра аламыз деген сол бағдарлама жалпы қабылданған кезде мен қуанғам. Енді жақсы болды ғой, шынында да несі жақсы. Осы рухты тәрбиелейтін, дәстүрімізді, әдет ғұрпымыздың бәрін сахнадан көрсетіп келген жастардың бәрі содан бір нәрсе, мына жеріне бір нәрсе, мына жеріне бір нәрсе алып кететіндей дүние жасауымыз керек қой деп осы қойған мақсатым бар алдыма. Осы тұрғыдан қазір бір нәрсе біздегі мынау кино түсіріліп жатса да, сериалдар түсіріліп жатса да, жаңа басында әңгіменің айттым, басқа да сахналық бір көріністер болып жатса да, бір арзан сыртқы эффектілерге құрылған нәрселерге көбірек көрерменді тартып кетіп бара жатыр. Басқа саладан байқаймыз соны. Неге олай? Негізі біз осы ұрпағымызды саналы оқитын, кітап оқитын ұрпақты қайтадан алып келсек деп ойлаймын. Ол кітап деген не? Ол адамға жанына азық беретін дүние ғой. Адамға ешкім бере алмайтын нәрсені кітап береді. Кітап адамның қиялын оятады. Адамның дүние танымын кеңейтеді. Мәдениетке, ішкі мәдениетке соның өсуіне алып келеді. Ішкі мәдениеті жоқ адам, ол қай салада болса да өзінің жұмысын сол ел үшін, халық үшін, мемлекет үшін жасайды, соны шегіне жеткізеді деп ойламаймын. Өйткені мәдениетсіздік, ішкі мәдениетсіздік бұл қай жерде де бар ғой, қауіпті нәрсе екенін қазір көзіміз жетіп келе жатыр ғой. Мынау исламда бар екен. Мен осы біраз адамдармен сөйлесіп, бірінші үш саты ислам, иман, ихсан. Сол ең биік сатысында адам өзінің ішкі мәдениетін ең жоғары сатысына жету керек екен. Қараңызшы, қандай керемет дүние, иә? Алла мен не істесем де көріп тұр деген қағидамен адам өмір сүру керек екен. Егер осы қағидамен әрбір қазақстандық адам өмір сүретін болса, қандай керемет болар еді? Онда ұрланбайтын еді ғой анау бюджеттің ақшалары. Қазір айтып жатыр ғой анау. Қаншама ауыл шаруашылығына бөлінген субсидияны триллионға жуық ақшаны құртқан. Ішкі мәдениеттің төмендігі. Мына ішкі мәдениет деген адамның арына, ұятына, санасына байланысты дүние ғой. Құндылықтарды бағалай білу, адами құндылықтарды бағалай білу. Өкінішке орай қазір құндылықтардың өзі түрлері өзгеріп бара жатыр ғой. Өзгеріп бара жатқан жоқ, өзгеріп кетті ғой уже. Кімнің керемет үйі бар, сол бір керемет адам сияқты. Керемет қымбат жаңағы киім киіп жүрсе, қолында сағаттары бәленбай $1000 болса, мынау бір керемет адам ғой деп солай бағалайтын дүниеге жеттік. Солай емес пе? Дәл солай. Бұның мынау адамның рухының, рухани жағының өсуіне қарай біз қатты көңіл бөлуіміз керек сияқты. Шынайы өнер соған алып келеді. Біз мына шынайылықты, мына жаңа
бір сөзімнің несінде мына мен енді кейінгі кезде бір киноларға, сериалдарға түсіп жүрмін байқаған. Соны сұрайын деп отырғам, сол кинолар туралы айтыңыз. Жеткені сценарийдің көбі орысша жазылады. Содан кейін оны қазақшаға аударады. Қазақшаға аударғанда тікелей аударма кетеді. Мына сөйлемнің құрылымы, қазақша сөйлеудің сөз саптауларының бәрі ауысып кетеді. Бұл тілге айтылуына байланысты. Енді ең өкініштісі орыс менталитетімен, болмаса западтың менталитетіне арналып жазылады. Батысқа бейімделіп. Батысқа бейімделіп. Енді кейде күлкім келеді ғой. Өмірі ауылда тұрмаған адам ауыл адамдарының өмірі туралы сценарий жазады. Оның мінез құлқын ауылдағы адамдардың өзін өзі ұстауы, бір-бірімен араласуы, сөз саптаулары деген мәселе бір емес пе? Ол қазақи өзіміздің халықтың жан дүниесінен шығып жатқан ұрысса да, қалжыңдасса да, сөйлессе де, екеуміз сияқты сөйлесіп отырған кезде ол қазақи болу керек оның бәрі. Олар басқа қалыпта жазып алады да, ойлап алады да, алып келіп, соны қазақша сөйлеткісі келеді. Қазақтарға ойнатқысы келеді соны. Енді күлкі тудыратын жағдайлар бар. Бұлай жаман емес қой енді, өсіп келе жатырмыз, бәрін жаман дей беруге болмайды. Кинода көбейгені дұрыс, сериалдарда көбейгені дұрыс, көбейіп келіп, сол саннан сапаға ауысатын шығар деп ойлаймыз ғой, үмітіміз бар. Жақсы мамандар шығады, режиссерлар келеді, сценаристер келеді. Соның бәрі өссе, мамандықты меңгерсе, соның бәрінің негізінде бір шіркін-ай, ұлтты жақсы көретін, ұлттың тарихын білетін, ұлттың менталитетін, ұлттың әдет ғұрып салт дәстүрін түсінетін, нені біздің халқымызға болашақта ұлт болып қалу үшін не керек екеніне баса көңіл аударатын адамдар келсе деп ойлаймын. Бізді жаңағы жаңғыру дегеннен бағана бастадық қой. Сол жаңғырудың бір нәрсе менің түсінігімде бірінші сол өткенімізді жаңғыртып алуымыз керек қой. Мынау неге бағанағы осындай бір дөрекі сөйлейтін құндылықтардың бәрін ауыстырып алған ұрпақ көбейіп кетті бізде. Өйткені менің ойымша мынау мектеп, балабақша тұсынан бастап олардың санасына ұрпақтың ұлттық нәрсені сіңіру мәселесі өкінішке орай жоқ. Өзіңіз білесіз бе, біз мынау кеңес кезінде оқығанда біздің миымызға қаншалықты сол кездегі идеологияның мықтылығы, анау моңғол татар шапқыншылығынан бастап бүкіл Лениннің, Сталиннің, Карл Маркстің, Энгельстің жаңағы одан басқа да көсемдердің өмір баянын біз жаттап өстік қой. Қашан туды, қашан бізге санамызға сіңіріп жіберді. Олар езілген тапты мақсатына жеткізу үшін туған адамдар. Сондықтан Абай Құнанбайды жек көреді, әкесін, өйткені Құнанбай сөйтіп біздің санамызға сіңірді. Анау бір геройлар пайда болды сол замандағы. Біз солар сияқты шіркін-ай отанымызды қорғасақ деп өстік. Азамат соғысы жылдарындағы ойдан шығарылған геройлар, Батыр бала Болатбек, Павка, Корчагин, Морозов дегендер, соғыс кезіндегі қандай, соның бәрін оқып отырғанда біз тура көзімізге жас келіп, шіркін-ай ертең Союзды қорғау керек десе, ойланбай қолымызға мылтық алып шығып кететін жағдайға дейін жеттік қой. Сондай идеологияны қазір неге жүргізбеске? Қазір неге? Енді мен өзім болған жоқпын жапондықтардың несі туралы бала тәрбиесінде. Мына мектептің алғашқы класстарын оқып бітіргенше балабақшаның жасында аңыздарды оқытады екен ғой. Аңыз ертегілерді, ұлттық батырларды, ұлттық бір даналарын, солар туралы аңыздарды құлақтарына құяды екен. Содан кейін барып жаңағы ұлттық дәстүрлерді бойына сіңіреді екен, тілді үйретеді. Сөйткен бала ешқашанда ол жаңағы өзінің ұлтын басқа ұлттан кем санамай өседі ғой.
Біздің бойымызда бір кішкене ұлттық нәрсе қалыптасқан болса, біздің кішкентай кезімізде әрқайсымыздың үйімізде алпамыс, қобыланды, ер тарғын, ер төстік деген сияқты көптеген жаңағы пластинкалар болды, кітаптар болды. Әке шешеміз алып келіп соларды оқытты. Сонда оқып отырып, солардың ана қалмақтармен, жоңғарлармен соғысқан кезіндегі нелерін батырлық бір сезім бала кезімізден бойымызға кіріп, шіркін ертең сондай болса бізде отанымызды қорғауымыз керек, тілімізді қорғауымыз керек деген мәселелер бойға сол кезде сіңді ғой. Жайдан жай біз келген жоқпыз ғой, мысалы өнерге. Мен өзім айтсам, мысалы қазір жайдан жай мен сол тарих туралы, ұлтымыздың бір үлкен тұлғалары туралы спектакльдерді қойғым келіп жүрген жоқ. Әрине басқа тақырыптарда да басқа да спектакльдер қою керек, мүмкіндігінше оған да көңіл бөлгім келеді, соны қойғым келеді. Өзімнің бір іштегі өзімді қинап жүрген, өзімді мазалап жүрген тақырыптар туралы спектакльдерде қойғым келеді арасында. Бірақ та көбірек көңілімді осы тарих жайына бөлем да. Болат аға, сіз режиссерсіз. Режиссер қазіргі қоғамның сұранысын жай актердан 5-6 қадам алда болжап отыру керек. Қазіргі жай қарапайым режиссер ретінде қазіргі қоғамның нақты сұранысын не деп ойлайсыз? Менің түсінігімде халықтың рухын ояту керек, мүмкіндігінше көбірек. Мен қазақпын деп мақтанатын ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Содан кейін мына бағанада айттық, адами құндылықтарға көңіл бөлетін ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Мен былай айтқым келеді, бір қысқаша ғана. Біз көкбөрінің ұрпағымыз дейміз, я? Сол рухымызды оятуымыз керек. Біздің сол көкбөрлік рухымызды ғасырлар мен патша заманынан бастап өшіріп келе жатыр бізді. Біздеге түрте берсе, айта берсе, сол намысты қазақтың рухы өшіп, азайып, жоқ болып кетуі мүмкін. Сол жағдайға білесіз бе? Патша кезінде бізде ойбай, мынау жабайы деген, қазақ жабайы, оқымаған, сауатсыз, жабайысыңдар. Содан кейін мынау біз құтқарды деп жүрген революция келді. Мәмбетсіңдер деген терминдер шықты. Ауылбайсыңдар, қазақбайсыңдар. Қазақи балалар үлкен-үлкен қалаларға келсе, олар намыс, жаңағы, намыс танып, бізді сөйтеді, баратын жеріне бара алмай, айтатындарын айта алмайтын дәрежеге жетіп, сондай нәрселер болды. Ұлтшылсыңдар деп тағы түртпектеді. Ондайды қою керек деп. Сөйтіп, мына заманда енді мен ойлаймын, енді қазақ деген өте қонақжай халықпыз ғой енді. Осы тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бір тағы бір түрі пайда болған сияқты. Осы қазақты бойымыздағы жаңа рухымызды өшірудің бір қазақ деген бір керемет толерантный халық. Кім болса да соларды қарсы ала береді. Кім болса да соны жоғары қояды. Қонақжай, барын алдына тосады деп. Өстіп бара жатып біз өзіміздің сол баста бойымызда, қанымызда бар қасқырлығымызды, бөрілігімізді жоғалтып алмаймыз ба деген қауіптен туып жатыр да менің ойым. Кім болса соған құшағымызды жайып. Қараңызшы, біз басқа саланы мен айтпай-ақ қояйын, біз өзіміздің өнер саласында қаншама ұлт туралы спектакль қойып кино түсіреміз. Қазақ туралы соны қазақтың тарихи тұлғалары болмаса қазақтың өмірі жайында, тарихы жайында бірде-бір мемлекет естіген жоқпын мен. Қазақ туралы бір спектакль қойыпты, болмаса кино түсіріпті деген. Неге біз басқа ұлттардың шығармаларын әкеп өзімізге дәріптеуіміз керек? Бірінші, мүлде дәріптеуге болмайды деп айтпаймын. Бірінші, өзімізді түгендеп алайық та, өзіміздің жоғымызды түгендеп алайық. Толмай жатқан жерімізді толтырып алайық.
болмай жатқан жерімізді болдырып алайық, қолымыз жетпей жатқан жерге қолымызды жеткізіп, қолымызға, уысымызға ұстап алайық, табанымызға тік тұрып алайық. Рухани жағынан айтып тұрмын да. Ұрпақты осындай нәрсеге, мен қазақпын, ертең мына отаныңды қорғау керек деген кезде ойланбай тұрып кететін ұрпақты тәрбиелеп алсақ. Сен қазақ мынандайсың дегенде бәріміз өре түрегеліп, неге сен ананы кемсітесің дейтін дәрежеге жетсек, бәріміз қазақ тілінде сөйлейтін болсақ, әлі күнге дейін қазақша сөйлей алмай жүрміз ғой. Басқаны қойғанда. Сондықтан осының бәрін бір жолға қойсақ, театрдың, режиссердің, менің жеке басымның, өзімнің мақсатым, ойым, жаңа айтып отырсың ғой, ертерек бір-екі шаг алдыға жүру керек қой деп. Иә, солай болу керек. Осы тұрғыдан алғанда менің мақсатым осылай, ойым. Не қойсам да, қандай ой айтсам да сахнадан, осы ұлт үшін жасауымыз керек. Рахмет, құрметті көрермендер. Бүгін Ержан мен Еркін әңгіменің қонағы режиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов ағамыз. Рахмет. Жақсы, рахмет өзіңізге.